Бүгін елбасы ең алдымен шетелде мемлекет басқару, экономика, мұнай және қорғаныс саласы бойынша оқып келген бұл жастардың көпшілігі қазір түрлі министрліктерде қызмет істеп жүр. Олардың шенеуніктік лауазымдары бөлім бастығы дәрежесінен төмен емес. Болашақ түлектерінің алды бүгінде Қазақойл және Қазтрансойл сияқты ұлттық компаниялардағы жауапты қызметтердің де тізгінін ұстады. Нұрсұлтан Назарбаев кездесуге шақырылған осы жастармен ел болашағы туралы ұзақ пікірлесті. Оның басты түйіні Қазақстан өз тәуелсіздігінің осы 10 жылдығы қарсаңында ойға қалған реформалардың бәрін толық аяқтады, деді президент. Ал жастарға қойылып отырған ендігі міндет қиындығы көп болған осы өтпелі кезең табыстарын қолдан шығарып алмау. Ол үшін сендерге отаншылдық рухта жұмыс істеу қажет, деді елбасы. Біздер қазақтар үшін отан деген, ел деген сөз қазір мағынасы тіпті жеке болып тұр. Әлі біздің алдымызда тұрған қауіп көп. Тәуелсіздігімізге де, біздің экономикалық дербестігімізге де. Сондықтан ең бірінші мақсат отанға қызмет етіңдер. Отанға жақсылап қызмет етсеңдер, өздеріңде бай боласыңдар. Соның барлығы сендерге жақсылық пен бақытты алып келеді. Президент болашақ бағдарламасы түлектеріне тағы бір өмірлік кеңес айтты. Келешекте кім қай салада жұмыс істесе де бір-бірімен байланыстарың үзілмесін, деді елбасы. Қазақстандық жастар бірлестіктері жетекшілермен өткен кездесу кезінде де ел болашағы туралы әңгіме өрбіді. Президенттің осы тұрғыда жастар қозғалысының жетекшілеріне қояр екі міндеті бар. Оның біріншісі ауыл жастарының қазіргі әлеуметтік ахуалына назар аудару. Бүгінде қалаға көшіп келіп жатқан ауыл жастарына жұмыс және тұрғын үй проблемасын шешуде әсіресе сендердің көмектерің керек, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Екінші мәселе, президенттің ойынша бүгінде саны 145-ке жеткен елдегі жастар қозғалыстары бір ұйымға біріккені жөн. Бұл туралы президент ең дұрысы Қазақстанның болашағы үшін сияқты жастар қозғалысының айналасына топтасқандарың дұрыс деген ұсыныс жасады. Талғат Ілімжан, Адай Абдилдин, Бақтыбай Шаханов, Хабар, Астанадан. Енді парламент өмірінде болып жатқан. И накануне нового тысячелетия созвать первый молодежный съезд. Во время встречи с лидерами молодежных объединений Казахстана президент Нурсултан Назарбаев предложил создать большое единое молодежное движение в Казахстане и обсудил с лидерами объединений республики вопросы молодежной политики в стране. Создав государство, создав рыночную экономику, сделав известным Казахстан всему миру, и в этот период какого участия молодежи? Я считаю, молодежь Казахстана должна быть основной опорой реформ и президента, и государства. Президент предложил созвать накануне нового тысячелетия первый молодежный съезд. Будущие руководители говорили, что сегодняшняя встреча дала путевку в жизнь молодежному движению. И в свою очередь предложили 2001 год объявить в Казахстане годом образования. О том, как важно престижное образование, свидетельствовали выпускники программы «Болашак», приглашенные на встречу с главой государства. Программа «Болашак» была утверждена 6 лет назад указом Нурсултана Назарбаева. За это время в самых лучших университетах мира обучились более 500 молодых одаренных казахстанцев, прошедшие самый тщательный отбор. Обучение каждого обошлось государству в $70 тысяч. Однако, по мнению главы государства, эти деньги себя оправдали. Образование стоит дорого, как говорили древние, но невежество стоит еще дороже для государства. Среди 40 молодых казахстанцев, приглашенных на встречу с президентом, выпускники Гарварда и Йеля, университетов Страсбурга, Киото и Лондона. Сейчас они занимают важные посты в компании «Казахойл», в Народном банке и даже в Министерстве обороны. По словам молодых людей, хорошее зарубежное образование дает больше шансов устроить свою карьеру. Но при этом необходимо не только знания. Формула успеха заключается в умении работать в коллективе и сохранить свои здоровые, как говорится, качества лидера. Глава государства заявил, что возлагает особые надежды именно на выпускников программы «Болашак». Активная жизненная позиция. Я так полагаю, что я вас учил для того, чтобы вы железно поддерживали реформы, которые я провожу. В заключении встречи президент получил от выпускников подарок. Эта стилизованная книга символизирует их благодарность за доверие, которое им оказала страна. Все молодые люди, обучившиеся по программе «Болашак», считают себя членами одной большой команды, объединенной общей целью – создания сильного демократического государства. Гульжанар Койшибаева, Бақтыбай Шаханов, Адай Абдильдин, Хабар.